таныстырып жіберсең. Питомник деп атын айтатын қарабайдың питомнигі болды. Питомник айтпаған ғой. Қорам, қарабай питомник бола берсін бүгіннен бастап. Қарабай питомник деп қонаққа берді. Аға, төбетке деген қызығушылығыңыз қашаннан бері пайда болды? Төбетке деген қызығушылық інім бала кезде болды. Бала кезден енді мектепте оқып жүрген кезде көшеде қалып кеткен күштердің бәрін үйге жинап, анам бейшара ұстадым. Үйдегі өздерінің шетін үстін бәрін осы күштер ішетін болып азайтып, 7-8 күш жинап қоятын жағдай болды. Содан енді итке қызығушылық ол адамға ауылдан берілетін шығар. Итке төбетке, малға, сондықтан бала кезден қызғанбай болды. Бір уақытта студенттік өмір өткеннен кейін қалада тұрдым, соның өзінде 3 топтық участокте сол жерде ит баққан. Бір төбет баққан жағдайым бар. Тағы болды. Қазір енді ауылды жерге 2010-да көшіп келдік. Бұл жерде барлық мүмкіндік бар, ит бақатын, төбет бақатын. Сондықтан төбет баққан жағдайымыз бар. Қарабай мен Қарабасты қалай әкелдіңіз, қалай сіздің қолыңызға келді? Енді ол бір қызық оқиға. 2013-14 жылы осында ауданда бір жерге барамыз, сонда Қарабайды көрдім. Бір жасар күшік. Енді әлі өрет болып үлгермеген күшік, балалармен ойнап тұр. Соның егесіне аттай қалап, бір тана беріп сатып алдым. Бір тумаған тана беріп сатып алдым. Сол төбетім осы қазір төбеттердің басы болып, қазір Қарабай, Қарабасы келді, қазір таңда. Тек Қазақстан емес, жақын жерде Өзбекстанда, Қырғыз, арада алыстау болып айтатын болсақ, Кавказ, Россия, Калмыкия басқан бәрінде. Сол Қарабайым солай келген маған. Ал енді Қарабайға дейін ауылға көшіп келген кезде тазалап көріп бақтым. Сол Қарабай төбетке қызығушылығымды арттырды. Бірінші төбетім Қарабай. Суретте жатты. Қарабасты өзіңіз сырып алдыңыз ба? Иә, Қарабайдың баласы өзім қорамда туып өсті. Оның шешесін маған созақтан бірінші келіп сыйлаған еді. Қарагөз деген қаншық. Сол Қарабай екеуінің ортасынан Қарабас түсті. Өзім қорамда туып өсті. Өзім бағып, өзім тағып дегендей. Осы төбеттердің не жайлы айтып берсеңіздер, ел жұрт басқаша ойлайды, бұл төбеттер зло, жаман, сосын айтып берсеңіз. Енді төбетке қатысы жоқ адамдарда сондай жалған пікір болуы мүмкін. Төбеттерге келсек, жаңағы кез келген адам төбетке қатысы бар, енді ауылда жүріп тұратын адам, үлкен иттер негізі олар өздерінше адамға берімді болады, балаға да, адамға да, малға да. Енді қоспасыз төбеттер ол атам заманнан Қазекенің 7 қазанасынан балаған ғой, ол бекер емес. Менің өзім төбеттеріме келетін болса, Қарабайдың қанында адам баласына үрейін деген, болмаса тісейін деген ешқайсының бір ұрпағын байқамадым. Төбеттің дамуы, осы тестіліктің маңыздылығы жайлы айтып берсеңіз. Енді төбет, басқа елді білмеймін, Қазақстан жөнінде айтатын болсам, төбеттің бірден-бір дамыту, асылдандыру, ол тест сынаққа тікелей байланысты. Ол тест сынақ дегеніміз енді біраз адамдар хабар жоқ адамдарға бір жабайы болып елестетуі мүмкін. Бірақ ол тесттік сынақ дегеніміз бұл жерде қағидалар бар, төрешілер бар, ветеринар врачтар болады, көрермендер бар. Сондай ол іс-шарада. Ол іс-шарада бірінші оның жетістігі, ол іс-шараның керектігі төбеттердің жүректілігін, біліктілігін, жаңағыдай мықтылығын сол жерде айқындайды. Ал онсыз ол тест сынақ болмайтын болса, онда төбеттердің мықтылығын да, жаңағыдай линия деп айтамыз ғой, линиясын да уже біз қажетталмай қаламыз. Ал осы тесттің маңыздылығы болады, мысалы бізге қарсы болып жатыр қазір, итті қорлық қыласыңдар деген сол жайлы. Жоқ, енді ол тағы да қайталап айтамын, ол төбетке қатысы жоқ адамдардың ол жалған пікір да, оларда енді фантазия дейді ғой, фантазия әртүрлі болады адамда. Ал бірақ тікелей төбетке қатысы бар, или төбет бағудан хабар бар адам ондай нәрсені айта алмайды, өйткені төбет деген бар ол айтуға болмайды. Ал ол сонша уақытыңды алатын, жаңағыдай материал кішкене шығын жасайтын дүние да. Онан қала берді, ол сонша күшті
күшік кезінен бағып мәпелеп өсірген төбетіңді апарып жаңағыдай қорлық зорлыққа салмайсың ғой. Ол жерде жаңағы тестілік сынақта оның мықтылығын барып тексеріледі болды. Бірақ нәрсе тек тексеріледі. Ол жерде жаңағы бір төбеттің құлағын жұлып болмаса аяқ астыратын жағдай жоқ. Ешқандай. Өйткені қағида бар. Тіс қағады, дауыс шығарады, қашады, жеңіс. Қазіргі таңда питомыңызда қанша питом ит бар? Менің қазіргі таңда қорамда енді питомник деп айтпай ақ қой, енді қорамда мал шаруашылығының осы жерде бірақ малдардан бөлек төбеттерге біраз валиді істелінген, бір 15 иттің үстінде ит бар. Жасы бар, үлкені бар, күшігі бар дегендей. Тазыларым бар, 2-3 тазы. Оларды қалай тамақтандырасыз қазір? Оларға не беру керек? Бір сияқты жас ит бастап келе жатқандарға қалай тамақтандырған? Күшік кезінде не істеуге болады? Енді ең қиыны күшікті бір жасқа дейін өсіру осы уақыт қиын менің түсінігімде. Өйткені сол уақытта витаминнің бәрін қабылдау керек, тамақтың бәрін жеу керек, жаңағыдай комбинированный кормдар бар, сүтін ішу керек, жаңағы хлорын жеу керек деген сияқты. Аяқ қолы сол кезде балғадай өседі. Бір жастан кейін енді көп жерде 2 рет тамақ береді, мен өзім төбеттерге бір ақ мезгіл тамақ беремін. Жейтіндер ет болғанда жаңағыдай малдың жаңағы ойынатынға қалдырып аламыз. Өзім мал соямын, солардан табады. Арнайы бар, 10 күнде бар, машиналар алып келеміз. 100 кг, 200 кг. Ол қыздарыңыздың осы қазіргі итке деген қызығушылығыңыз? Мен енді ұлым жоқ, 3 қызым бар, құдай берген. Қазіргі таңда алда уақытта ұлым болады. Бірақ 3 қызым да иттерді өте жақсы көреді. Енді жаңа айтып отырмын, қарабай деп, жаңағы бұл қазіргі үлкен қызым, ол кезде жастау, қарабайды алып келген кезде екеуі мініп жүретін үстіне. Қазір енді бойжетіп уже мектепте тұрады. Үйде 2 хаски бар, тазарған 2 хаски бар, үйдің екеуі иті. Дворымыздың сәні, жаңағыдай жанұяның мүшесі деп айтуға болады. Қыздарының сол ермегі. Біз сияқты жасөспірімге осы каналға бастап келе жатқаныңызға не ой айтасыз бізде жастарға? Енді қазіргі таңда қоғамда кер тартпа жаңағыдай направление дейді ғой, көп қой. Ана жерде енді қазір айта берсең көп кер тартпа направление. Сондықтан мүмкіндігі болса қазіргі жастарға спорт. Бұл да мен үшін спорттың бір саласы. Қазақтың төбетін дамыту, жаңағыдай баптау, дайындау, тестілік сынаққа апару. Сондықтан мүмкіндігінше салауатты өмір салты. Денені шынықтырып, жаңағыдай білімді көбейтіп дегендей. Жақсы аға, сұхбатыңызға рахмет. Жақсы. Көттігі қанбай болады, сондықтан байымаймыз. Осы жолға бәрін тіктік, ендеше тайынбаймыз. Мені ұстау қиын, один дома көпірген. Себебі мұсылманмын, бері төмен кетпеген. OT, неғылды сіңей, бұл шимсай, тақсай, from the street. Жасыл қара жип, мені қара қыздарым, жасыл қара стрит, мені қара балаларым. Сен әлі қансыз, мені қаңғыған даусымнан. Қай қазақты көрдің, намысын жерге бастырған. Алыс жырғасқырдан, қаспақты қырнап жейтін. Артынан емес, алдынан келіп түстейтін. Сенің ойының бітті, пусти пулю в лоб. Бұл жерде Макавелла, қайдағы жасы шып. Айтпаған сөзім көп, мүмкін әлде де айтпаймын. Көпірлерді өртедім, енді артқа айтпаймын. Бұл Қарабос деген төбет августың соңында 3-ке толды. Бұл жаңағы атақты дейма, даңқты дейма, Қарабасы баласы, Кели баласы. Астынан Зубай Алапар. Енді Қарабастың өзі копия болып шыққан осы бір төбет мендегі бағып отырған. Ең жақсы көретін төбетім. Мінезі де, түрі де, бойы да барлығы ұнайды. Мен үшін төбеттің төресі осы төбет. Енді ана тестілік сынаққа дайындалып жатырмыз. Құда қаласа, енді қазір қоғамда кішкене әңгіме болып жатыр ғой. Тестілік сынақ жөнінде. Енді төбет бапкерлері кім төбет бағады, кім ауылдық жерде тұрады, барлығы да біледі. Тестілік сынақсыз төбеттерді асылдандыру, көбейту ол мүмкін емес дүние. Енді ана төбет иттер әлемінен аулақ адамдар үшін бір жабайы нәрсе болып көрінуі мүмкін, елестетуі мүмкін. Бірақ негізінде ол жерде
тестілік сынақ деген ол өзінің қағидасы бар. Әлгі жерде ветеринарлар болады, төрешілер болады. Тәртібі бойынша жаңағыдай 3 рет дауыс берсе, үрсе, тіс қақса, қашса, ол жеңіліс болады. Итті жаңағыдай қанжоса болып, соңындағы жаңағыдай мүгедек болып қалуына дейін ешқандай жағдай жасалынбайды да, не жағдай болса да. Мына тестілік сынақта қарабас өзін уже көрсете бастаған төбет, жаста болса, енді мүмкіндік болатын болса, үлкен тестілік сынаққа дайындалған жағдайымыз бар. Атасы сияқты жақсы нәтижелер көрсету керек, мен ойымша. Жасы өткенде августтың соңында 3-ке толды. Бірақ жаста болса, оңтүстік аймақта үлкендер арасында чемпион болып үлгерді. Мұның енді әкесі чемпион ғой. Сондықтан чемпион болмайтын жағдай жоқ еді. Аса ауыр салмақта өнер көрсетті. Тестілік сынаққа қатысады. Енді мінезі керемет, адамға да, малға да түрі де осылай. Бұл Мойнақ деген бала. Жасы өткенде октябрьдің 7-сі 2-ке толды. Бұл енді Қарабайға немере, Қарабайға шөбере, Қарабасқа немере болады. Қарабас Сарыбас деген үлкен баласы болған. Қазіргі таңда Қытайда 107 километр. Соның баласы Мойнақ енді атасын тапқан Қарабайға. Салмағы 85 кел. Жасы 2-де. Адамға да жаңағыдай үй жануарларына да өте мейіріммен қарайды. Өте көңіл дейді әлгі жерде. Қарабастың тікелей баласы. Анасы деген Ағарлан. Осы біздің Түлкібастан шыққан Ағарлан болған, соның немере қызынан түскен. Мінезін өздеріңіз көріп тұрсыздар. Өте шыдамды, ұстамды, орысшалап айтқан кезде спокойно. Салмағы? Салмағы бір 67 килограмм шығатын шығар қазіргі таңда. Бұл Барс деген жас төбет, жасы 1,5-ға келіп жатыр қазіргі таңда. Бұл да Қарабастың баласы, Келей. Астынан мамасы жағы Афган. Денесі шағындау, салмағы 54 келі шығар. Негізі Қарабастың балалардың ішіндегі ең салмақ ішінде болып қалған осы мен бағыватқан иттердің ішінде. Анасы да ит десе үлкен еді. Жасы 1,5-да.